الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu ta'alaға шүкірлер, мадақтар болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи саламға салават сәлемдер болсын. Бүгін міне күндердің сәйді болған қасиетті жұма құтты мүбәрәк болсын. Баршаңыздың осы жұмаға алыстан жақыннан басып келген қадамдарыңызға Алла Тағала әжір сауаптардан жазғай. Енді құрметті жамағат, мына бүгінгі жұма уағызымыздың міне еліміздің барлық мешіттерінде айтылып жатқан жұма уағызының тақырыбы ауыр күнәлардың бірі болған суицид жайында болмайық. Суицид білесіздер ғой, адам өз-өзіне қол салады. Қаншадан қанша мынау елімізде болсын, жалпы әлемде болсын, қанша адамдар осы арқылы дүниеден өтіп жатады. Оның енді өкініштісі осы мұсылман адамның өз-өзіне қол жұмсап дүниеден өтуі, бұл енді өкінішті нәрсе. Өйткені дінімізде өздеріңіз білесіздер, күнәнің өзі екі түрлі болады. Ауыр күнә, кіші күнә деген сияқты. Құран кәрімде Аллах Тағала бір аяттарда келтіреді. Аллаға иман келтіргендер, егер сендер күнәнің үлкенінен тыйылсаңдар, Алла Тағала дейді, сендердің кіші күнәларыңды кешіріп жібереді дейді. Құдай Тағаланың мейірімі біз мынау дәрет алғанда, ораза ұстағанда кезде қаншадан қанша күнәларымызды кешіріп жібереді Алла Тағала, кішігірім күнәларымызды. Ал енді үлкен күнә, оны білесіздер, ең бірінші Аллаға серік қосу, ширк дейді ғой. Адам өлтіру, арақ ішу, кісі ақысын жеу, сол сияқты адамның мынау өз-өзіне қол салуы да ол да үлкен күнәлерден болады. Енді үлкен күнәнің кіші күнәдан жаңағындай қандай айырмашылығы? Енді үлкен күнә тәубені талап етеді. Мысалы, бір үлкен күнә жасап қойған болсаңыз, жаңағы аталған шариғатымызда көрсетілген үлкен күнәлар бар ғой, үлкен күнә белгілі ғой. Оның ішінде зина бар, адамның өтірік айтуы, сол сияқты көптеген үлкен күнәлар. Бұлардың барлығы тәубені қабыл етеді. Осындай бір үлкен күнә жасап қойған болса, адам шынайы тәубе ету керек, өкіну керек. Сол күнәдан бірінші тыйылу керек екен. Түсініп жатсыз ба? Тыйылып, тәубе етіп, жаратқан Алла Тағала, жаңылдым, қателестім, осындай күнә жасап қойдым. Енді бұл нәрсеге баспаймын, күнәмді кешір деп, осылай шынайы өмір бойы тәубе етіп өту керек. Түсініп жатсыздар ма? Тәубе. Ол тәубе етпесе, Алла Тағала ол пендесін жазалайды тозақпен. Үлкен күнәнің кесірінен. Өйткені Құран кәрімде Алла subhanahu ta'ala инналлаха ла яғфиру ай юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залик лиман яша. Алла Тағала өзіне серік қосқанды кешірмейді, одан басқасын қалаған пендесіне кешіреді. Түсініп жатсыздар ма? Соның үшін осыны біздер жақсы ескеруіміз керек. Ал енді үлкен күнәні айтып жатырмыз, тәубемен Алла жазса кешіріледі, үміт. Ал енді суицид деген нәрсе, адам суицид жасаған болса, өз-өзіне қол жұмсаған болса, оған сен тәубе ете алмайсың ғой. Дұрыс па? Енді өліп кеттің, Алла сақтасын жаңағындай. Сен тәубе ете алмайсың ғой. Тәубе жан алқымға келгенге шейін қабыл екен. Алла Тағала сен тәубеңді қабыл етеді. Міне, Алланың берген күні бар ма? Күніге тәубе қылып отыр. Алла Тағала біліп қылған, білмей қылған күнәларымызды кешіре көр деп, сол әр уақытта да тәубе етіп отыруымыз керек. Мысалы, тәубені ертең жасайын ғой, ертеңге қалдырайын деген нәрсе болмайды. Ертеңге тәубе жасайын деп өліп кеткен адамдар да болған екен. Ертең жасайын ғой тәубені. Түсініп жатсыздар ма? Кешіктіріп болмайды. Соның үшін осы өз-өзіне қол жасауда
үлкен күнәлардан болады. Енді не үшін десеңіздер, не үшін? Өйткені сізбен біз өз-өзімізді жаратқан жоқпыз. Сені жаратқан Алла Тағала, бізді жаратқан Алла Тағала, дұрыс па? Иә. Бізге мынау қазақ болу, не болмаса осы жерде туу, руымыз, әке-шешеміз, мынау түріміз, біреудің ұзын болуы, біреудің қысқа болуы, ол бәрі біздің қалауымыз емес, дұрыс па? Бәрі Алланың қалауымен. Сол сияқты Алла Тағалада мынау жанда Құдай Тағаланың бергені. Жанды Алла Тағаланың бергені. Соның үшін берген жанды Құдай Тағала өз алады. Бәрі Алланың қалауындағы нәрсе. Біз айтамыз ғой жандай, жазымыздан озымыз жоқ деп. Түсіндіңіздер ме? Жазымыздан озымыз жоқ. Алланың жазуы, барлық нәрсе. Соның үшін мұсылман адам міне осыны білу керек. Енді біз айтып жатырмыз жаңағындай хадис бар пайғамбар саллаллаху алейхи. Адам мысалы өз-өзіне қол жұмсайтын болса, әртүрлі ғой, біреу асылады, біреу жоғарыдан құлайды, дәрі ішеді, әртүрлі жағдайлармен. Сол мысалы жоғарыдан құлап өлген болса, ертең ақиретте тозақта солай азапталады дейді. Көрдіңіздер ме? Соның үшін осы нәрселерін біздер әр уақытта да айтып ескертіп жүруіміз керек. Әсіресе қазіргі мына жастар жағы өте қиындау ғой, діни сауаты болмаса, діни тәрбие болмаса, кішкене сабырсыз болып келеді. Соның үшін осы нәрселерді біздер айтуымыз керек. Ал енді не үшін тозақы десе, неге тозақы болады десе, өйткені жан алу ол Аллах Тағаланың құқы. Біздің қолымыздағы нәрсе емес жан алу, ол Алланың құқы. Біз сол Құдай Тағаланың құқына араласқаннан кейін Аллах Тағала сол пендесін тозақпен азаптайды. Өзіңе қатысты болмаған нәрсемен пенде араласпау керек. Түсініп отырсыздар ма? Жанды берген Құдай Тағала, жанды ол өзі алады. Және де енді бұл осы суицид деген нәрсе қайдан туындайды? Біріншіден адамның дейді, мұсылман адамның өзінің Алла Тағаланың алдында құл екендігін білмегендіктен де туындайды екен. Түсіндіңіздер ме? Жалпы мұсылман адам Құдай Тағаланың алдында құл екенін ұмытып кетпеу керек. Алланың құлымыз. Біз жаңағыдай мешітте құлшылық қыламыз, дұғамыз жасаймыз, қолдан келгенше тақуа қыламыз, тәуба боламыз, бірақ шыққаннан кейін пендешілікке салып кетеміз. Ұмытып кетеміз. Ол айтады ғой, иттақулла хайсума кунтум. Сен қай жерде болсаң да Алладан қорқ дейді. Қай жерде болсаң да Алланың алдында құл екендігіңді ұмытпа. Тіпті мешітке келгенде де қатты дауыс көтеріп, күліп, ондай нәрселерге де жол бермеуіміз керек. Түсініп жатсыздар ма? Өйткені біз Алланың құлымыз, Алланың үйіндеміз, әдеп сақтап, соның үшін Алла Тағаланың жазғаны болатынын біздер естен шығармауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Аббас разиаллаху анхуға айтқаны бар, енді Алланың жазғаны болады деп. Қандай нәрсе болса да. Өсиет айтқан екен, бүкіл адамзат, бүкіл жын саған жиналып, барлығы жиналып, саған жақсылық жасаймыз десе, біл дейді, Алланың қалағаны ғана болады дейді. Не болмаса, бүкіл адамзат, бүкіл жын саған жиналып, жамандық жасамаған болса, Алланың қалауындағы нәрсе ғана болады дейді. Түсіндіңіздер ме? Міне осы нәрседен де мұсылман адам естен шығармау керек. Яғни пешенеңе жазылған нәрсе болады. Енді жаңа айтқанымыздай, мұсылман адам Алланың алдында құл екен еш уақытта ұмытпау керек. Мынау Құран кәрімде Алла Субхана Тағала 25 пайғамбардың қиссасын келтірген. Сол пайғамбарлар қиссасы не үшін десеңіздер, ол сіздер мен біздерге ғибрат үшін. Сол пайғамбарлар өмірімен біздер танысып, өмір баянын оқып, содан ғибрат алу керек.
Өйткені біз басымызға бір келген қиындыққа шыдай алмай жатамыз. Сабырсыздық танытып жатамыз, әртүрлі нәрселерге жол беріп жатамыз. Сабырсыздық танытып, күйіп пісіп, Бірақ Алла Subhanahu Taala осы пайғамбарлардың қиссасын сіздер мен біздерге келтірудегі мақсат соңынан ғибрат алсын деп. Мынау пайғамбарлардың ішінде Алла Subhanahu Taala екі пайғамбарды дейді ерекше айтқан екен. Неткен жақсы құл деп, не'мал абд деп, неткен жақсы құл деп баға берген екен, ерекше мадақтап. Оның біреуі дейді мынау Сүлеймен пайғамбар алейхиссалам екен. Екінші Аюб алейхиссалам дейді. Сүлеймен алейхиссаламның жаңағыдай мынау енді бір әкесінен қалған Сүлеймен Дауд алейхиссаламнан қалған жаңа нелер болады ғой, керемет сәйгүліктер. Сол асыр уақытында бір зікір бар екен. Сол жаңа сәйгүліктердің әдемілігіне қарап отырып, сол зікір уақытын өткізіп алады екен, қазағып жүреді. Сонда жаңағыдай ашуланып, менің жаңағы құлшылығыма өтіп кетуіне себепкер болды деп, жаңағы келесі құлшылыққа тағы да себеп болмасын деп, сондай сәйгүліктердің бәрін сойдырып тастады дейді. Түсіндіңдер ме? Құлшылығыма кедергі жасамасын деп. Алла Тағала оған жаңағындай оның орнына желді бағындырып берді дейді. Көрдің бе? Құдай Тағала риза болып. Ал енді мынау жаңағы қиындыққа байланысты Аюб алейхиссаламның жаңағындай өздеріңіз білесіздер, Алла Тағала оның малы болды, жаны болды, балалары, қыздары болды. Міне солардың барлығын алды. Малынан да айырылды, жанынан да бәрінен айырылды. Жұбайған екеуі қалды. Онымен сынақ тоқтамай, Аюб алейхиссалам сондай керемет сырқаттанып, төсек тартып жатып қалады. Енді бір руяттарда 8 жыл десе, бір руяттарда 18 жыл төсек тартып жатты деп келтіреді Аюб алейхиссаламды. Түсіндіңдер ме? Сонда жұбайы айтады екен, сен Алланың пайғамбарысың ғой, дұға қылсайшы, Алла Тағала сені осы сынақтан құтқарсын десе, жаңағындай Аюб алейхиссалам айтады екен, менің ауырған күнімнен мына рахат өмір сүрген уақыты, күндерім, жылдарым көп деп. Соның үшін мен Құдайдан қолым жайып шипа сұрауға ұялам деп айтады дейді. Көрдіңдер ме? Сонда мынау басына келген қиындыққа сондай сабыр ете білген ғой. Қанша жыл болса да, төсек тартып жатса да, зікірмен ғана жатқан. Міне сол Құдай Тағала сол пендесіне разы болған. Не'мал абд деп, неткен жақсы құл деп. Оның бәрі ғибрат, біздің қазақта да айтады ғой, сабыр түбі сары алтын деп. Соның үшін бұл пенденің басына келген қиындық, ол мәңгілік емес, ол уақытша ғана нәрсе. Уақытша ғана нәрсе. Бір күн бола ма, бір апта бола ма, мүмкін бір жыл бола ма, Алла біледі. Бірақ бәрі уақытша нәрсе. Құдай Тағала Құран кәрімде «Фаиннамал усри юсра», әрбір ауыртпалықтан кейін жеңілдік бар дейді. Біз айтамыз, Алла Тағала не берсен де қайырмен болсын, қайырмен бере көр деп. Соның үшін әр нәрсенің қайыры болады. Әрбір ауыртпалықтан кейін жеңілдік болады. Осыны мұсылман адам еш уақытта да ештен шығармауы керек екен. Енді жаңа айтқанымыздай, құрметті жамағат, суицид деген нәрсе үлкен күнәлардан. Аллах Тағала Құран кәрімде «Астағуз билла وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا». Садақалла. Сендер дейді, өз-өздеріңді өлімге тастамаңдар дейді. Өз-өздеріңді өлтірмеңдер дейді. Аллах Тағала сендерге рақымды, мейірімді дейді. Енді бұл жерде Алла Тағала рақымды, мейірімді деген нәрсе, біз Құдай Тағаланың берген нығметтерін көрмейді екенбіз. Басымызға түскен кезде сынақ келді ма, біз соған қиналамыз, бірақ Құдай Тағала біздерге қаншадан қанша нығметтер беріп қойған. Соның ішінде мынау біздің 12 мүшеміздің сау болуы, ол да керемет нығметтерден. Иманның байлығы, оған баға жетпейтін байлық, иман деген нәрсе. Біз соны көрмейді екенбіз. Алла Тағала сендерге рақымды, мейірімді деп жатыр. Басқа бір аяттарда «Ваин та'ату ни'маталлахи ла тухсуха» дейді. Егер сендер Құдай Тағаланың сендерге берген нығметін санайтын болсаңдар, санына жетпейсіңдер дейді. Қаншадан қанша нығмет. Бұл дүниедегі нығмет, ақыреттегі нығмет қандай? Соның үшін
пенде осы нәрселерді естен шығармау керек. Басқа бір аяттарда ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха, Аллах Тағала сендерге шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді дейді. Бәрі пенденің көтере алатын нәрсесі екен. Мынау пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сахабасын Амр ибн Ас разиаллаху анхуды бір жорыққа жібереді екен. Сол жорыққа барғанда түн қатты суық болады. Қатты суық болады түн. Енді Амр ибн Ас пенде ғой, бой дәреті кетіп қалады. Ғұсыл алу керек. Жүніп болып қалады былай шыққан кезде. Енді таң намазының уақыты болып қалды. Сонымен ол кісі не қылады? Түн суық деп таяммум алады дағы жанында сахабаларға имамдыққа шығып таң намазын өткізеді. Кейін жаңа сахабалар таң қылады. Бұл өзі бой дәреті кетіп қалды, жүніп болып қалды. Бізге таяммум ала салды да намаз өткізе ала салды деп. Енді әмір ғой. Кейін енді жеткізеді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға. Амр ибн Ас осылай жасады деп. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шақырып алған екен. Ей Амр, сен таяммум алып жамағатқа намаз өткіздің бе дейді. Иә дейді. Қалайша деген кезде Амр ибн Ас айтады, мен дейді дәрет алам, ғұсыл шомылайын десем қорқып тұрмын дейді. Өліп қалам ба деп, ауырып қалам ба деп қатты түсініп жатсыздар ма? Кейін мынау аят есіме түсті дейді. Аллах Тағала аятта келтірді ғой, сендер өз-өздеріңді өлтірмеңдер, Аллах Тағала сендерге мейірімді деген. Соның үшін таяммум алып намаз өткіздім дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күлген екен, риза болып. Түсіндіңіздер ма? Міне Аллах Тағаланың мейірімі. Сондай жағдай болып қалған болып, енді болады, ауыл жерлерде болып қалуы мүмкін. Адам бой дәреті кетіп қалды, бірақ су ұстайын десе бір жағдай жоқ, свет жоқ па, енді намаз өтіп баратыр. Не істейсіз? Шомылам десеңіз қорқасыз суық суға. Сондай кезде шариғатымызда міне рұқсат етіледі екен. Таяммумды алып, ниет етіп, сонымен намазыңды оқисың. Парыз намазыңды, сүннет намаздарыңды, нәпіл намаздарыңды бәрін оқисың екен жасап. Соның үшін осы нәрселерді біздер құрметті жамағат ұмытпауымыз керек. Мына бүгінгі қасиетті жұмамызда пәтуа сағатында айтылатын пәтуада осы суицидке қатысты екен. Жалпы енді суицид біріншіден ол үлкен күнә, харам істерден болып табылады. Бірақ өз-өзіне қол жұмсаған адам діннен шықпайды. Ол мұсылман. Осыны жақсылап білуіміз керек. Қазақстан мұсылман діни басқармасының берген пәтуасы өз-өзіне қол жұмсаған адам діннен шықпайды. Ол мұсылман. Он жуылады, намазы оқылады. Түсініп жатсыздар ма? Осы нәрселерді де біздер жақсылап білуіміз керек. Аллах Тағала осы бүгінгі қасиетті жұмада азды көпті естіп білгендерімізге амал қылуға нәсіп етсін, елімізге халыққа тыныштығын берсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.